Қайырлы күн, құрметті көрермен. Полиглот жобасының кезекті қонағы, Болашақ академиясының түрік тілі оқытушысы Исмагулов Сағыныш Оразханұлы. Қош келдіңіз, ағай. Қош болдық. Ең алғашқы сұрағым, алғаш үйренген шет тілін жайлы айтсаңыз, не себепті дәл сол тілді таңдадыңыз? Саламатсыздар ма? Алғашқы үйренген түрік тілі болды. Оны қызығушылық алдында ең басында жай хобби ретінде өзіме қызықты болып көрінген соң үйрене бастадым. Яғни белгілі бір мақсатым болған жоқ. Оны үйренудегі тек қана шетелге шығу ма, мүмкін Түркияға барғанда керек болады деген сияқты ма, жай қызығушылық болды басында. Солай үйрене бастадым. Осы Болашақ академиясының қазіргі отырған қабырғасында бастадым соны үйреніп. Және мен басқа мамандығым IT болса да, тілге деген басымдылық болды менде. Қызығушылығым болды, басымдылық болды тілге үйренуге. Сол себепті бізде түрік тілі мұғалімі болды. Әлия Шылхан қазір Қарағанды Букетов университетінде оқытушы кісі. Сол кісіден өзім жеке барып дәріс алып жүрдім. Сөйтіп түрік тілін үйрене бастадым. Түрік тілінің қызығушылығым содан басталды. Және ең тағы бір қызықты жайт болды сол жерде. Менің қатарлас оқыған группаласым сол жерде Түркия бұрышлары деген грант бар. Жылда ойнатылады, осы Түркия бойынша бүкіл әлемге ойнатылады. 20% мысалы Қазақстан мемлекетінің студенттеріне беріледі сол гранттың. Сол жерде сол грантқа енді ол кезде ешқандай шарт жоқ, тек қана документ тапсырады, оны қалай таңдайтынын ешқандай шартын біз де білмейміз, тек қана тапсырамыз, күтіп отырамыз. Сол кезде мен жаңағы группаласым түсіп кетті да жаңағы Түркияға кетті, және Түркиядан маған звондап, түріктермен, әртүрлі ұлттармен сөйлесіп жатқаным, видеозвоноктермен звондап, сөйтіп қызықтыра бастады. Содан кейін түрік тілге деген қызығушылығым одан сайын арта түсті. Және тағы да тереңірек оқи бастадым Ары қарай мақсат қойдыңыз. Сосын сол жайттан кейін Түркияға барам, сол жақта оқимын, осы досым сияқты, группаласым сияқты сол жақта жүргім келеді деген мақсат қойып, алғашқы сол басты нем содан басталды. Мақсат содан басталды. Жақсы. Тілді меңгерген кезде сол елдің мәдениетін зерттейсіз бе? Тілді меңгерген кезде баста әрине мәдениет дегенді біз енді түсінбейміз ғой, IT маманы болғандықтан мәдениет деген біз тек қана тілді және хобби ретінде және оқуға түсу үшін ғана басында бастадық қолданып. Одан кейін енді біздің Қазақстанда үйренген тіліміз ол практика болмағандықтан қатты меңгерген болып саналмаймыз. Сол себепті Түркияға бардық. Алғашқы біз Мевлана бағдарламасы бойынша осы университет арасындағы мен соған грант ұтып алдым Түркияға. Сол жерде бастадым Түркияның негізгі жаңағы тілін үйрене бастағаным сол Түркияда болды. Сол кезде бізді мәдениетімен, халық дәстүрімен таныстыра бастады. Сол кезде қызығушылық бастады. Әрине мәдениетіне, тарихына, әсіресе тарихына көп мән бердім, үңілдім. Өте бай тарихы, 600 жылдық Осман империялық тарихы бар Түркияның, сондықтан тарихына өте қатты қызықтым. Және тарих мұғалімдері болсын, орталықтары болсын тарихи, және жай ғана олардың ауылынан бастап қаласына дейін барлық жері тұнып тұрған тарих болғандықтан тарихты Түркияның әрбір көшесінде көріп жүрдім. Сол тарихпен бірге түрік тілін меңгере бастадым. Ағай, көп тіл білу кәсібіңізге қалай ықпал етті? Тіл білу негізі басында хобби болып басталса да, кейінірек бұл менің табыс көзіме айналды. Басында оқытушыларды өзім енді мұғалім болмағандықтан, мен мамандығым, дипломым ол тіл бойынша болмағандықтан, кейбір түрік тілі мұғалімдері мені мысалы Нұрмақов мектебінде, сосын Болашақ университетінде түрік тілі пәндері жүргізетін болатын. Сол кезде мұғалімдер жұмыстар болған кезде мен түрік тілімді білетінін білет, мені сабаққа қалдырып кететін студенттерге. Сонда мен сол ең бірінші тәжірибемді осы университет қабырғасында, мектеп қабырғасында бастадым. Мектептен 7-8 сыныптар, университетте 1-2 курс студенттері, соларға жайлап өзім сабақты бере бастадым. Алғашқыда әрине қорқынышты болды, білетін нәрсеңді ұмытып қалатындай боласың. Бірақ бұл енді қамал дейді ғой, барьер дейді орысша айтқанда. Оны жеңе білсеңіз, біліп тұрған нәрсеңізді жеткізу қиын емес. Сондықтан осы болашақ қабырғасында мен жайлап студенттермен тәжірибе жүргізу арқылы түрік тілін дамыта түсіп, және бұл жай маған практика болса да ақша түспейтін
бірақ маған үлкен тәжірибе әкелді. Және кейін сол мұғалімдер мысалы өздерінің орнын босатып басқа мақсаттарда басқа жаққа кеткен кезде мен өзім кандидатурамды ұсынып және мұғалімдікке қадам бастым. Түрік тілі пәні мұғаліміне қадамымды бастым. Содан бастап бұл менің табыс көзіме басталды. Және тек қана мұғалім болып қана емес, мені жан-жақта танығандықтан елдер переводчик, яғни аудармашы ретінде мысалы соттарда болады, немесе тағы бір ресми кездесулер болады, бизнес кездесулер болады, түріктермен сөйлесе, түріктермен кездесулер болады. Мысалы ең үлкен кездесуім мен Миттал стил компаниясына түріктер келген болатын. Сол кезде аудармашы болдым. Сонда түріктер үлкен Германияның компаниясын представлять ететін түріктер болды. Солармен Митталдың представительдері, бастықтар кездесті. Сол кезде аудармашы болып алғашқы үлкен аудармашы болып сөз жүрді. Және өзіне қобалжулық болды. Өте қобалжу болды, себебі ол жерде жай ғана ауызекі тілдегі түрік тілі емес, ол жерде техника бар, өзінің техникалық тілдері бар. Соған маған кішкене дайындау керек болды. Миттал не өндіреді, қандай май өндіреді, қандай майлар керек, қандай техника керек. Соған байланысты түрік тілін өзім кішкене сол жағынан оқып дайындап бардым. Бірақ өте қарапайым, күшті және ешқандай сасқалақтаусыз жеңіл өтті маған. Енді кішкене дайындық болғандықтан ба. Ілеспе аударма болды ма сіздер? Қайталап бірден? Жоқ, ілеспе аударма. Осылай отырдық, сөйлесіп кеттік болды. Сондай синхронный дейді ғой. Сондай аударма болды. Бірден столдың басында аударып отырдық. Яғни переводчикқа қарап, бүйтіп кідіріп қалғаным да болған жоқ. Өзім де солай ойлаған, переводчикқа қарап отыра қалам ба деп. Жоқ, ондай болған жоқ. Шүкір. Яғни білім деңгейім соған жеткілікті болды. Өзіңізге де бір жетістік болды. Өзіме де бір жетістік болды. Өзімді көріп қалдым сол жерде. Аудармашы болып та істей алады екенмін ғой деген сияқты. Қызығушылықтан басталған нәрсе мұғалімдікке жетеледі, сізді аудармашылыққа жетеледі деп айтсақ болады. Тағы бір кәсібім бар. Ол енді ресми болмаса да, бірақ студенттерді, оқытушыларды шетелге оқуға түсіру. Ресми түрде ашайын деп жатырмын. Негізі Алла қаласа жақында болып қалады. Грантқа қатысайын деп жатырмын әкімшіліктің. Ол жерде мен бакалавр студенттері, бакалавр мектеп оқушылары бакалаврға түсетін болса, бакалаврлар магистратураға түсетін болса, магистрлар докторантураға түсетін болса, немесе жай ғана осы университет оқытушылары, профессорлар болады мысалы, іс тәжірибелік бір курстарға барғысы келетін болса өздерінің, сонда сол жерде мен оларға жолын тауып, университетін тауып, ғылыми зерттеу тақырыбына байланысты ол жақта ходжа дейді, енді мұғалім профессорын тауып, соларға көмек көрсету қызметін жасап жүрмін қазіргі уақытта. Осы уақытқа дейін өтірік айтпаймын, 15 шақты студентті, докторант, магистрантты мен уже жаққа оқуға түсірдім. Және олар оқып, уже келіп жатқандар да бар. Жақсы, сізге сәттілік, береке тілейміз. Жақсы, осы тіл меңгерудегі ең қиын және қызықты тұсымен бөліссеңіз. Ең қиын тіл меңгеруде енді жалпы түрік тілі қазақ түрік тілдес тілдерге жатқандықтан бұл тілді үйренуде қиындық қатты туындаған жоқ. Жалпы мен айтишник болып тұрып үйренсем, басқа адам тіл маманы оны еркін меңгереді. Яғни қазақ тілін білетін, орыс тілін білетін маман, олар ағылшын тілін білетін мамандар, оларға өте оңай болады. Қарапайым мектепте болсын, сабақ беріп жүрмін, мектепте болсын, барлығы оңай үйренеді, ешқандай қиындық туындырмайды. Тек қана бұл жерде шыдам керек. Адамдарда қазір не жоқ, шыдам жоқ. Бәрін тез қабылдағысы келеді, тез үйренгісі келеді, тез жеткісі келеді бір нәрсеге. Бірақ сол шыдамдылық жетіспегендіктен ең қиын нәрсе сол шыдамдылық болады адамдарда. Шыдамдылығы болса, төзіп, мысалы мен өзім ең баста хобби ретінде бастадым дедім ғой, 1 жыл бойы оқыдым түрік тілін. 1 жыл бойы мен осы жерде айтишник болып жұмыс істедім, инженер болып. Бос уақытым көп, компьютерді жөндеп беремін де отырамын, түрік тілінің кітабын ашамын да, сол кітапты ашып оқып отыра беремін бос уақытымда. Яғни ол адамның орындыққа өзін басып отырып, жаңағы мән беріп қарауға байланысты, шыдамдыққа байланысты жалпы. Ең алдымен ниет керек, тіл үйренуге. Жақсы, енді өзіңіз осы тілді меңгерудегі бір әдісіңізбен, кеңесіңізбен бөліссеңіз. Тілді меңгерудегі әдістер енді өте көп қой. Практикалық әдістер бар. Қарапайым мысалы әдістердің бірі ол
тіл үйренген кезде тілдің грамматикасын ғана үйреніп қоймай, жаңағы тарихы мәдениетіне үңілу керек біріншіден, және тарихы мәдениетін қалай үңілесіз, соны кітаптардан оқи алмайсыз, тіл білмейсіз. Олардың киносы бар, мультфильмдер бар, тіпті кішкентай аңыз әңгімелерден басталатын. Соларды көріп бастаса, өте қарапайым тілде, қарапайым түсінікті сюжетте берілген мультфильм, киноларын көрсе, және кітапты түсінсін, түсінбесін оқи беру керек. Ол тілді жаттықтырып, және кино көріп, кітап оқып, және грамматикасына барып, сабағына барып жүретін болса, бұның үшеуінің қосылған жері, үшеуі қосылған кезде ол жаңағы студентке, үйренушіге, тіл үйренушіге үлкен көмек болады. Біздің өзіміз солай үйрендік. Мен кезінде Түркияда оқып жүрсем де, түріктердің ортасында жүрсем де, мен кітап оқудан және түрік сериалдарын көруден, олар маған қызықты емес бәрібір. Тек қана тілді үйрену мақсатында соны үздіксіз қайталап көріп жүрдім. Сол әдіс маған өте ұнады және көмектесті, көп көмектесті. Өз деңгейінде меңгеру үшін қанша уақыт қажет? Шет тілін өз деңгейінде меңгеру үшін, егер сол ортамда жүрсеңіз, 6 ай, 7 ай жеткілікті. Егер Қазақстанда жүріп үйренгіңіз келсе, оны толыққанды меңгере алады деп ойламаймын. Практика міндетті түрде керек. Сондықтан Қазақстанда бір жылда жалпы грамматикасын немесе белгілі бір деңгейде сөйлеуге бара алатын шығар, бірақ жоғары деңгейге жете алмайды. Жоғары деңгейге жету үшін міндетті түрде сол ортаға бару керек, сол ортада жүру керек, сол сөйлесіп, өзін сынау керек сол ортада. Жақсы, тіл үйрену үздіксіз процесс деп айтып қалдыңыз. Жаңа сіз осы күнделікті өмірде түрік тілін жаңағы әрмен қарай меңгеру үшін, жетілдіру үшін өзіңіздің қабілетіңізді қанша уақыт жұмсайсыз күнделікті? Күнделікті дамыту үшін, түрік тілінде дамыту үшін, енді мен кітап оқимын көбінесе. Бос уақытында түрік тілін кітаптарын алып, соны бір жарты сағат болсын, 1 сағат болсын соған арнаймын. Ал үздіксіз, әрине түрік тіл киноларын бар, өзім көріп жүретін. Енді сериалдар бар, мысалы тарихи сериалдар, мысалы Осман дейді, Эртурул дейді. Сол сериалдарды көремін. Ол бір жағынан маған тарихты олардың көрсетеді, тарихтағы өздерінің жолдарын көрсетеді. Бір жағынан мен түрік тілінде дамытуға көмектеседі. Сол себепті жай ғана кино көріп жүріп үйреніп алғандар бар түрік тілін, мысалы. Сол себепті кино өте енді жетістікке жетелейтін жолдардың бірі негізі. Және маған қолдау көрсетіп тұратын осы түрік тілін түсіп қалмас үшін немесе ұмытып қалмас үшін осы сериал немесе кітаптар болады. Болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Болашақта негізі ағылшын тілін қызмет бабы үшін тағы да тереңдетіп оқығым келеді, және оған уақыт алмағандықтан кішкене нете алмай жүр, қолым тимей жүр, уақытым болмай жүр. Ағылшын тілін үйренгім келеді, ол қызмет бабына керек, және жалпы әлемдік қолданыста ие тіл болғандықтан ол міндетті меңгеру керек, әрбіріміз меңгеруіміз керек. Өзімізді және бір қоғамда бір орынға қоя алу үшін, өзіміздің ойымызды бірдеңені жеткізуіміз үшін, және біз білім ордасында жұмыс істейтін болғандықтан ағылшын тілі міндетті түрде керек болады. Және енді ары қарай нәсіп болып жатса, арабша, қытайша үйрене береміз ғой, бірақ оған өмірімізге жете ме, әлде қалай болатынын білмейміз. Жақсы. Енді өзіңіз білетін тілдерде жастарға жылы лебізіңізді білдіріп кетсеңіз. Жастарға айтарым, жалпы бір тіл білген адам ол бір адам дейді. 2 тіл білсеңіз 2 адам. Сондықтан әрбір тілді жай ғана сөздерін жаттап қоймай, мәдениетімен, тарихымен сүйіп оқып, және соны толығымен меңгеру керек. Тілді меңгерген ол сіздерге пайдадан басқа ештеңе әкелмейді. Менің жаңағы көріп отырсыздар, жай ғана қызығушылықтан басталып, қазір мен табыс көзіме айналды. Ол ақша әкеледі, отбасыма табыс әкеледі. Сол себепті тіл сіздерді тек қана жоғарыға жетістіктерге жетелемесе, артқа тартпайды. Түрік тілінде бір жылы лебізіңіз болса? Türkçe öğrenmek kolay ama bazen bir dil
bir dili öğrenmek nice insanlar gördüm, üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. İnsan konuştuğu dille insan olur. Bu Celaleddin Rumi'nin nahıl sözlerinin biri. Kanşama adamlar var dedi, üstünde köylegi var. Kanşama adamlar var dedi, köylegi var, içinde adam yok dedi. Adam söyleyen tilinde adam ekенін көрсетеді дейді. Bir тұлға екенін көрсетеді дейді. Сондықтан тілді үйрену ол біріншіден біздің тұлғалығымызды көрсетеді. Жауабыңызға қатысқаныңызға рахмет ағай. Ұлт болудың бірнеше шарты бар. Оның ең негізгі шарты ұлттық тіл деген екен, Қадыр Мырзали. Ұлттық тілімізді ұмытпайық, ұлықтайық. Қош сау болыңыз көрермен.